Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі қысқа кино шоуымыздың атауы «Дем алмаңыз». Фильмнің басында бір қарт кісі әйелді қансыраған күйі көшеде сүйреп бара жатқан қорқынышты көрініспен басталады. Оқиға одан әрі бір топ жастың қауіпсіздік жүйесін бұзып, үлкен үйге кірген сәтімен жалғасады. Топтың ішінде Рокки есімді қыз өз сыбайластарына тек ақшаға тиіспей, қалған барлық құнды заттарды алуды ескертеді. Олар үйді аралап, сөмкелеріне зергерлік бұйымдар мен электроника салып тонап шығады. Бірақ қылмысын жасырғысы келген олар дабыл жүйесін қосып, алдыңғы есікке тас лақтырып, терезені сындырады. Манни жаңа тапсырма ретінде бір қарияның үйін тонауды ұсынады. Ол сыбайластарына Детройттың ескі аудандарындағы жалғыз тұратын Норман Нордстром есімді ардагер туралы айтады. Ол Ирак соғысына қатысқан және соқыр. Бірнеше жыл бұрын Синди Робертс есімді әйел Норманның қызын көлікпен қағып өлтірген. Түрмеден құтылу үшін Синди Норманға $300,000 өтемақы төлеген. Ұрылар бұл ақша әлі күнге дейін шалдың үйінде сақталуы мүмкін деп ойлайды. Алайда топ мүшелерінің бірі Алекс бұл жоспарға қарсы шығады. Оның әкесінің компаниясы үйлерге қауіпсіздік жүйелерін орнатумен айналысады. Алекс әкесінің сенімін жоғалтқысы келмей, бұл тонауға қатысудан бас тартады. Біраз уақыт өткен соң, Рокки Алекске хабарлама жазып, оған тонауға көмектесуін өтінеді. Рокки анасы мен өгей әкесінен құтылуды армандайды. Бұл ақша сіңілісі Дидимен бірге басқа қалада жаңа өмір бастау үшін қажет деп түсіндіреді. Алекстің әкесі қауіпсіздік жүйелерін орнатқан барлық үйлердің кілттерін сақтайды. Бұл Норманның үйіне кіруді жеңілдететін мүмкіндік береді. Рокки Дидиді киіндіріп жатқан кезде Алекстен хабарлама келеді. Осы сәтте Рокки сіңлісінен Калифорнияға өзімен бірге барғысы келетінін сұрайды. Жастар Норманның үйін бірнеше күн бойы бақылайды. Үйдің қарсысында орналасқан камера 5 күн бойы жазба жүргізеді, және осы уақыт ішінде Норманның бір ретте сыртқа шықпағаны анықталады. Олар үйге кірмес бұрын Норманды ұйықтату үшін дәрі пайдалануды жоспарлайды. Бірақ сол сәтте ит олардың көлігіне қарай үреді, ал Норман көшеде таяқпен жүргенде оның соқыр екенін байқайды. Қараңғы түскенде қарақшылар Норманның үйіне кіруге әрекет жасайды. Олар ауладағы Норманның шынжырланған итіне ұйықтататын дәрі қосылған ет лақтырады. Ит тез арада терең ұйқыға кетеді. Манни алдыңғы есікке келіп 4 құлып бар екенін байқайды. Алекс әкесінен тек бір ғана кілтті алғанын айтып, қалған құлыптарды аша алмайтынын түсіндіреді. Қарт адам қауіпсіздік үшін есіктерін жақсылап бекіткен екен. Олар басқа жол іздейді. Рокки үйдің кішкентай терезесінен кіруді жоспарлайды. Рокки ішке кіріп, қашықтықтан басқару пульт арқылы дабылды сөндіріп, сыбайластарын үйге кіргізеді. Үйде шу шығармас үшін барлығы аяқ киімдерін шешіп, ақшаны іздестіре бастайды. Олар әр бөлмені тінтіп, құпия жерлерді қарап шығады. Манни 2-ші қабатқа көтеріліп, Норманның ұйықтап жатқанын байқайды. Ол қарияны ұйықтатып тастау үшін арнайы дәрі дайындап төменге түседі. Ұрылар төменде мықтап жабылған есікті көреді. Манни есікті ашуға тырысады, бірақ нәтиже шықпайды. Ол қаруын шығарады. Алекске Маннидің қаруын көріп, Роккиді өзімен бірге кетуге көндіреді. Алайда Рокки бас тартады. Манни қарумен құлыпты атып сындырады. Бірақ атыстың дауысы Норманды оятып, ол төменге түседі. Манни өзін ақтап, мас күйінде қателесіп қарияның үйіне кіріп кеткенін түсіндіреді. Норман бір қадам жасап, құлыптың сынған бөлшектерін басып қалады. Норман қария есіктің ашылғанын түсінеді. Манни қаруын қарияға бағыттап, оны бопсалайды. Бірақ Норман одан өзін аяуды өтініп жақындай түседі. Манниге жақындап алған кезде Норман оған шабуыл жасап, үйде қанша адам бар екенін сұрайды. Жауабын алғаннан кейін Манниді өлтіреді. Бұл уақытта сыртта тұрған Алекс тапаншаның дауысын естіп қайта үйге кіреді. Ол Норманмен бетпе-бет соқтығысып қала жаздайды, бірақ қарт оны байқамай, есікті мықтап құлыптап, сынған терезеге тақтай қағып тастайды. Маннидің өлімінен кейін Рокки киім ілгіштің астына тығылады. Норман сейфтің қасына келіп, кодты теріп, ішіндегі ақшаны тексереді. Бәрі дұрыс екеніне көз жеткізген соң, ол сейфті жауып, бөлмеден шығып кетеді. Норман кеткеннен кейін Рокки сейфті ашып, ішіндегі ақшаны алып сөмкесіне салады. Алекс одан қанша ақша бар екенін сұрағанда, Рокки шамамен $1,000,000 бар екенін айтады. Киім ілетін бөлмеден шығып бара жатқанда, олар жертөледен шыққан Норманмен бетпе-бет келіп қалады.
Алайда Норман оларды байқамай, Манидің өлі денесін сөмкеге салуға тырысады. Норман Маниді сүйреп бара жатқанда, ұрылардың шешіп кеткен аяқ киімдерінің иісін сезеді. Ол аяқ киімдерді тауып, үйде әлі 2 адам бар екенін түсінеді. Норман киімдер ілетін бөлмеге қайта оралып, сейфті тексергенде ақшаның жоқ екенін және жасырынған ұрыларды іздеуге кіріседі. Рокки мен Алекс жертөлеге келіп шынжырмен байланған әйелді көреді. Алекс Роккиге тезірек бұл үйден кетуін айтады. Бірақ шынжырмен байланған әйел оған газет қиындыларын көрсетеді. Рокки бірнеше жыл бұрын Норманның қызын қағып кеткен Синди Робертс екенін түсінеді. Олар әйелді жертөледегі сейфтің кілттерімен босатып, өздерімен бірге алып кеткісі келеді. Алекс көшеге апаратын жертөле есігін ашады. Бірақ Норман сыртта күтіп тұр. Қария тапаншамен бірнеше рет оқ жаудырады. Рокки оқтардың бірі Синдиге тигенін көреді. Қария Синдидің өлі денесіне тап болады да құшақтап жылайды. Алекс Роккиге қарап, егер үйге кірсек, олар қашып құтылатын жол таба алатынын түсіндіреді. Және есіктің кілттері бар екенін көрсетеді. Алайда Норман олардың қашып бара жатқан аяқ дыбысын естіп, оқ жаудырып, үйдің электр қуатын өшіріп тастайды. Қараңғылықта қария Алексті тауып алады да, оны атып өлтірмекші болады. Бірақ тапаншасындағы оқтар таусылып, ол жігітті тұншықтыра бастайды. Алекс бар күшімен сөрелерді тартып, Норманның үстіне құлатады да, одан қашып үлгереді. Ұрылар жертөледен шығып келе жатқанда, алдынан Норманның иті пайда болады. Олар иттен қашып жоғары қабатқа жүгіреді. Құтыла алмайтындарын түсініп, жатын бөлмеге кіріп тығылады. Бірақ бұл олар үшін тұзаққа айналады, себебі бөлмеде қашып шығатын жол жоқ. Бұл уақытта Норман жертөледен шығып, бөлмесінен қаруын алып, ұрылар жасырынған бөлмеге барады. Рокки бөлмеден желдеткіш арқылы қашпақ болады. Осы кезде Алекс қария кіруге тырысып жатқан есікті ұстап тұрады. Қария есікті бар күшімен itергенде, үйдегі ит кіріп, Алекске шабуыл жасайды. Иттің шабуылынан кейін Алекс тепе-теңдігін жоғалтып, терезеден құлап кетеді. Ол шыны үстінде ес-түссіз жатады. Біраз уақыт өткен соң, есін жиған Алекс Норманның сынған терезеден қарап, оқ жаудырғанын көреді. Әйнек сынып бөлмеге құлап кеткенін байқайды. Норман Алекске жақындап, оны аяусыз ұрып соғады. Содан кейін бақша қайшысын өліп қалған Маниге тығып алды. Ол Алексті өлдіге санады. Осы сәтте Рокки желдеткіш арқылы көшеге шығып кетуге жақын қалады. Бірақ қария оны артқы жағынан ұстап үлгереді. Ол Роккиді ұрып, тұншықтырып, есінен тандырады. Норман Роккиді тұтқынға алып, оны жертөлеге қамайды. Рокки жертөледе есін жиып, өзін Синдидің орнына байланған күйде көреді. Кейін белгілі болғандай, Синди бір кездері Норманның қызын көлікпен қағып өлтірген. Бірақ сот кезінде Синди кінәсін мойындамай, істі сатып алып, Норманға тек ақша төлеп құтылған. Қызының өлімінен кейін Норман кек алып, Синдиді ұрлап әкетіп, оны жертөлеге қамап тастаған. Ол Синдиді өзінің қайтыс болған қызының орнын толтыру үшін бала тууға мәжбүрлеген. Норман Синдиді сәбиді босанып болғасын, оны босатамын деп уәде берген екен. Алайда, Синди Норманның баласына жүкті болған кезде, жағдай одан әрі ушығады. Норман бұл баланың оның марқұм қызының орнын басатынын айтып, өз жоспарын жалғастырады. Ақыры, Синди қайтыс болғаннан кейін, Норман оның мәйітін темір қорапқа салып, қышқылмен толтырып ертеді. Алекс есін жинап бақша қайшысы тығылған Маниді көреді. Ол Роккиді іздеп жертөле жаққа барады. Норман Роккиге өз ұрығын арнайы құралмен енгізу арқылы бала тууға мәжбүрлемек болады. Бірақ дәл осы сәтте Алекс күтпеген жерден келіп, балғамен Норманға шабуыл жасайды, және оны байлап кісендеп тастайды. Алекс Роккиді босатып, екеуі жертөледен ақшаны алып шығады. Сыртқы есікті ашуға жақын қалғанда, кенеттен Норман қаруын алып, Алексті атып өлтіреді. Шошынған Рокки жүгір көшеге шығып, артынан қуған иттен құтылуға тырысады. Ол көлікке жете салысымен көліктің кілті үйде өліп қалған Маниде екенін есіне түсіреді. Көлік сыртында қалған сөмкесін алу үшін Рокки иттен құтылудың амалын жасап, оны алдап, көліктің артқы багажына қамап тастайды. Осыдан кейін ол көліктен шығып, ақшасы бар сөмкесін алуға ұмтылады. Бірақ осы сәтте Норман оны қайта ұстап, сүйреп үйіне апарады. Норман үйдің есігін жауып жатқанда, Рокки Алекстің қолынан дабыл пультін көріп іске қосқанда, қатты шуылдан Норман абдырап, оның қайда екенін таба алмай қалады.
Осы мүмкіндікті пайдаланған Рокки оны ломмен бірнеше рет ұрып, Норманды жертөлеге құлатады. Құлап бара жатқанда, Норман абайсызда өзін атып алады. Рокки оны өлді деп ойлап, полицей келгенше үйден қашып шығады. Кейінірек Лос-Анджелеске кетуге дайындалып жатқанда, теледидардан жаңалық көреді. Онда екі қарақшының Норманның үйіне шабуыл жасағаны және қарияның тірі қалғаны туралы айтылады. Бұл жаңалыққа таң қалған Рокки кіші сіңлісі Дидиді алып, пойызға мініп қаладан кетіп қалады. Қысқа кино шоуы ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және жаңа бейнені жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып арнаға тіркеліңіз.